Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен японский панкейк дорейки рецептімен бөлісемін. Өте керемет болып шығады. Жазсаңыздар болады. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, ұн, қант, бал, су, қопсытқыш. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз, балымызды саламыз. Жақсылап бенчикпен араластырып аламыз. Міне менде осылай араластырып жатырмын. Енді қопсытқышымызды саламыз. Ұнымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Осылай менде дайын болды. Суымызды қосамыз. Міне менде осылай дайын болды. Міне менде осылай дайын болды. Табамызды отқа қоямыз. Осылай етіп, біртіндеп қамырды саламыз. Міне осылай құйып алдым. Келесі бетін аударамыз. Осылай қызарғанша ұстаймыз отта. Барлық дорейкиларымызды осылай пісіріп дайындап аламыз. Менде осылай әдемі болып қызарып жатыр. Тарелкемізге саламыз. Міне менде японский дорейким дайын болды. Қалауларыңызша салмасын қоссаңыздар болады. Мен шоколад қостым. Міне ортасына мен шоколадты қостым. Енді осыны бірге шабыстырып, дөңгелекше етеміз. Менде 3 дана японский дорейки шықты. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Тексерілген рецепт. Міне сіздерге кесіп көрсетейін ортасын. Міне менде ортасы толықтай пісті. Жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Қалауларыңызша әсемдесеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әрбір жазған комментарийларыңыз мен үшін маңызды. Сіздермен болғаны жан сұлу.